Алло? Саламатсыз ба? Неге? Не дейді? Мұқтажыңызға үй берілмейтін болдыңыз? Түсінбедім. Сіздің мұқтажыңызға үй берілмейтін болды. Неліктен? Қаржылық жағдайын базадан барлығын тексерсек, қаржылық жағдайы жеткілікті ол кісінің. Қалай жеткілікті? Сіздің неңіз бар еді? Біз барлығын тексеріп отырмыз ғой. Бұл кісіге үй берілмейді, өкінішке орай. Соны айтып салайын деген басшылықтың бәрімен шешіп қойдық. Қалай ол доход жеткілікті? Қандай доход жеткілікті? Қалай доход жеткілікті? Пособие ғана? Енді қалай болды? Сіздің қалай доходыңыз бар еді? Білмеймін, енді пособиеден доход жоқ. Мен тем более алимент төленбейді. Жасырған бірдеңкелеріңіз жоқ қой ертеңгі күні? Беретін табыстап алайық. Енді қалай болады екен өзіңіз. Көріңіз енді ашыңыз. Көріңізші. İçinde niye var ekmeğini görüyoruz? İspat! Kişilerin Fransız'ın reaksiyanınızı göreyim. Kesiniz kalay yoktu, kutlu olsun. Şaşı olsun. Evet, kızım bu ağaçlarınız yok. Баспана кutlu olsun. Осы баспана тек қана қуанышқа, тек қана балаша. Баспаналы бола берейік, қарекет қор жасай берсін. Баспаналарына көп болсын. Енді сіздерге рахмет, осы қарекет қорына бір жыл болмай жатып баспаналы болдық. Алла жар болсын сіздерге. Бәріңіз бала шағаң қызығын көріңіздер. Сіздерге рахмет, алғысым шексіз. Бисмилlah. Барша мақтау Аллаға болсын. Сіздерге Алла разы болсын. Салтанатты күнмен толқып тұрмын. Аллах сіздерді биіктерден, шыңдардан көрсете берсін. Міне Қазақстанда бүгін осы биылғы жылға шейін 448 баспана салтанатқа беріп тұр екен. Ол халқымның арқасы. Одан кейінгі үлкен алғыс бірінші Алла әрине әрдайым. Гүлмира Мұқанқызы, сізге Алла разы болсын. Аллах тағала осы дүниеде және ақыретте еңбегіңізді қайтарсын иншалла. Баршамызға рахмет, Ақтат апай, сізге рахмет. Осы мені жігіттер Балқаш қауымы жан ашыр жадылар. Барша бауырларымыз мені атсалысып жүр. Жігіттер баршаңызға Алла разы болсын. Көп рахмет, Алладан қайтсын. Мен айтарым, садақа дейді. Садақа, ол береке дейді. Садақа бүкіл жаманшылықтың кілтін жояды дейді. Сондықтан халайық, қазақстандықтар әрдайым садақа беруден жалықпаңыздар. Ол бірінші адамның амалы болып тұрғанын санаймын. Сондықтан да садақа беруден көркем түрде жарысыңыздар. Алла разы болсын.